Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, менің арнамды көргендердің 90% маған жазылмапты. Сондықтан егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бүгін өте ерекше, түрі де ерекше, дәмі де ерекше мини пицца жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы кәдімгі мини пиццадан өте әдемі және де ерекше көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап өз жанұяңызды қуантыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін сүтіміз жылы болу керек. Сүтімізді құямыз. Оның үстіне ашытқы саламыз. Және де тұз, қант қосамыз. Достар, бұл қамырды пицца үшін емес, кәдімгі булочка ретінде де жасасаңыздар болады. Ол үшін бір қасық қанттың орнына 2 немесе 3 қасық қант қоссаңыздар, тәтті булочка болып шығады. Және де әрі қарай бір жұмыртқа қосамыз, және де 2 қасықтай сұйық май қосамыз. Осының барлығын жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне илеуішпен ұнымызды қосамыз. Және де ең алдымен вилкамен немесе қасықпен араластырып аламыз. Кейін қолмен жақсылап қанатын қамыр илейміз. Қолмен илеп болғаннан кейін үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды салып, тағы да бір рет жақсылап тұрып илеп аламыз. Кейін таза ыдысымыздың ішіне сұйық майымызды саламыз. Сұйық май нанымыз ыдысқа жабысып қалмас үшін керек, және де жақсылап көтерілу үшін керек. Және де жаңағы илеген қамырымызды салып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, немесе кез келген матамен, целлофанмен жауып қойсаңыздар болады. Және де жылы жерде 40-45 минуттай сақтаймыз. Ал біздің қамырымыз жылы жерде 40-45 минуттай тұрды. Көргендеріңіздей 2 есе көтерілген. Енді осыдан жақсылап тұрып жайып аламыз. Қамырымызды сәл басып, оны бірдей бөліктерге бөлеміз. Ең бірінші 2 бөлікке бөліп, сосын әрқайсысын 5-6 бөлікке бөлеміз. Менде 12 бөлікте шықты. Енді әр бөлігімізді осылай қолмен домалатып аламыз. Домаланған қамырларымыздың бетін жауып қоямыз, себебі кеуіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жауып қойыңыздар. Ал енді осылардан әдемі пицца жасауға кірісейік. Ең алдымен қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Менде қамырым сәл майланған болғандықтан ешқандай ұн сеппедім. Егер де құрғақ болса, сәл ғана ұн сепсеңіздер болады. Міне видеода көрсетілгендей қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жайып аламыз. Және де пышақпен кесеміз. Егер де сіздерде домалақ пицца кескіш болса, сонымен кескен өте ыңғайлы. Менде ондай
болмағандықтан осылай пышақпен кестім. Видеода көрсетілгендей 2 шетін кесіп алдым және де әр шетінен тағы бір рет кесіп алдым. Және де осы спираль ретінде орап алдым. Екі жағын да спираль етіп орап аласыздар. Бірдей қылдырып, әдемірелеп етіп. Видеода көрсетілгендей осылай екі жаққа жіберіп, осындай әдемі форма шығады. Өте ерекше және де әдемі. Тағы да бір қайталап өтейік. Достар, менің арнама жазылғандарыңызға көп-көп рахмет айтам. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты әрі дәмді видеолар болады, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Подписаться басып және де колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Мен бірден осындай пергамент қағазына салдым. Және де осыны духовканың табасына саламыз. Духовкаға салмас бұрын ең алдымен 10 минуттай бетін жауып, тағы да бір көтерткізіп аламыз. Себебі біз дрож қосқанбыз, яғни ашытқа қосқанбыз, сондықтан да тағы бір көтерілуі керек. Қамырымыз көтерілгенше ішіне салмасын дайындайық. Ол үшін мен шұжық алдым. Шұжықты осындай кішірек көбек етіп турап алдым. Және де қатты ірімшік алдым. Оны үкіштен кішірек етіп өткізіп алдым. Сіздер қалаған салмаларыңыз салуға болады. Мысалға тартылған ет, немесе тауық етін, немесе тек қана сиыр, немесе қызанақ, болгар, бұршын қалаған салмаларыңызды салсаңыздар болады. Менде үйде шұжық және де ірімшік болғандықтан осындай салма жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай 10 минуттың ішінде қамырларым сәл көтерілген. Енді ішіне салмасын салайық. Ең алдымен өрілген жерлеріне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Ол қамырымыз әдемі түр беру үшін жағылады және де жылтырап тұру үшін. Кейін салмаларını саламыз. Мен салмасына, соусына ең алдымен қаймақ пен кетчупты жақтым. Үйде майонез болмады, сондықтан қаймақ қостым. Өте дәмді болып шығады. Қаймақ пен кетчупты араластырып, ең бірінші жағамыз. Соусты жағып болғаннан кейін шұжықтарымызды саламыз. Және де мен қызанақ қосайын деп шештім. Осындай қызанақтарды турап, қызанақты кішірек етіп турасаңыздар болады, немесе осындай домалатып етіп турасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Міне енді осыны пешке 180 немесе 200 градусқа 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мынау екінші партия. Пісуіне 5 минут қалғанда оны пиццамызды алып шығып, үстіне жаңағы үкіштен өткізілген ірімшіктерімізді саламыз. 5 минутқа пешке қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің өте әдемі мини пиццаларымыз дайын болды. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Қарап тұрсаңыздар, түрі де өте әдемі. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шыққан. Дәмі өте ерекше. Сіздердің жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Балаларға әсіресе өте жақсы ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарийға қалай шыққанын жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.